қазіргі уақытта мына балабақшаның балаларынан бастап оқушылар, студенттер осы өзіміздің шатқалдарымызды алып келіп көрсетіп, түсіндірме жұмыстары жүргізіледі. Которые мы сами заработали. Ол жақта да қазір бізде трапалар салынып жатыр, осындай туристік трапалар. Енді болашақта осы жерде де туристік трапалар бұл бірінші очередь кезекте қаржы жүйелері, канализация дейміз. Канализация өте керек, себебі қазір отырған бизнестің бәрі септикпен отырды. Және де үлкен жобалар келіп жатса, ертең электр желісімен қамту, су, қаржы жүйелерімен қамту сияқты үлкен инженерлік жобаларды іске асырса жақсы болады бізге. Смолякова Екатерина Сергеевна, Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты. Мынау республика партиясы негізі адал жауапкершілікті бизнестің мүддесін қорғайтын бизнес партиясы болып табылады. Негізгі мынау адамдардың концентрациясы күніне 3.000 мен 15.000 арасында екен. Тіпті демалыс күндері 15.000-ға дейін халық келеді. Бірақ та сол дамығанымен қатар проблемалар да бар екен. Енді мысалы күніне 15.000 адам келсе, бұл жерде жаңағыдай тұрақты электр жүйесі мәселесі, тұрақты интернет мәселесі, одан кейін канализация мәселесі пайда болады. Осы сұрақтар бойынша мына 4-ші сессияда жұмыс істейміз.